Мектеп десе гүлденгендей өмірім, мектеп десе шарықтайды жүрегім. Мектеп деген енді қалай айтсам болады? Мектеп деген күшті. Деп қоғам қайраткері ақиық ақын Қанат Әлжаппаров айтқандай, мектеп жайлы айтпасақ болмас. Барлықтарыңызда мектепте оқығансыздар. Мен де мектепте оқығам. Шыны керек, енді оқимын деп оқыған жоқпын мен. Случайно болған оқиға болды ол. Үйдегілер айтты маған келіп, Қанат, сен мектепке баратын кезің келді уже. Мектепте оқы деді. Мен айттым сосын, қалай оқимын мектепте? 11 жыл жүрем ба дедім, оқып. 11 жыл мектепте жүрем ба оқып? Одан педколлеж оқисам 3 жыл болды. Бірден жұмыс істей беремін. Болмайды деді. Болашақ жейтін наның деді сенің. Колбасаң дегеннен амал жоқ оқыдым мен. Енді мектепте енді Құдайға шүкір әйтеуір оқығаныма өкінбеймін. Өйткені мектепте мен ерекше оқушы болғам. Шыны керек. Мен таңғы 8-де басталатын сабаққа таңғы 5-те барып отыратын тұғым. Қарауыл айқайлайтын, Қанат сен ерте келдің ғой деп. Аға ерте келсең ерте қайтасың дейтін. Сен 9 болмай қайтып кететін сабақтан таңғы. Сондай оқиғалар болды шыны керек. Енді мектепте сабақ оқыған кезде мен енді бір ерекше болдым ғой мен. Ән сабағы болады. Кіріп барам. Халалаку лилай деймін. Ойбай, тағайт дейді апай. Басында Қамажайдың бір талықы айрылып, Қамажайдан болдың күлкі деймін. Отыр 5 кете бердім сабақта 5-6. Жақында бір мектепке барсам бәрі қара жорғаны айтып жүр. Мынау қара жорға келген Қамажайдан ұят болды алаңыз. Ешқайсысы айтпай қойды. Ән сабағы бітеп кетемін. Бұның дене шынықтыру сабағы болады. 100 метрге жүгірім дейді. Мен 500 метр бір рет жүгіріп тастайтын тұғым. Отыр 5 дейді. Ош кетіп қала беретін тұғым. Физика болады. Ньютон деген кім дейді? Танымаймын мен. Отыр 2 кете беретін тұғым. Апай қалай 2? Ньютон танымай тұрсын. Танымаймын мен, ауылда тұрмайды ол. Маған конкретно айт, ауылда Қастайды айт, маған Арғынбайды айт, сол кезде танимын мен. Кете беретін тұғым мен. Сондай оқушы болдым мен. Мен мектепте мен атымды айтпайтын тұғым мен. Мен кім екенін білмейтін тұғым. Мектеп бітіргеннен кейін білдім атымның кім екенін. Мен Қанат Әлжаппаров екенімді аттестаттан оқып білдім. Ойбай, мен Қанат екенмін ғой деп қалдым. Мен мектепте атымды айтпайтын, бәрі еркелете ма, білмеймін енді мұғалімдер. Жақсы көргені ма, бәрі мен тупой дейтін тұғым мектепте. Өзіне кішкентай класстың оқушылар тәке деп жүгіріп жүреді соңынан. Сыйлағандықтан шығар деп ойлаймын енді оның. Сондай оқиғалар болып тұратын мен мектебімде. 2001 жыл болды енді 11 класс бітірдік как раз. Бүкіл класс топ. Бітірген жоқпыз енді. Ол да бір болған оқиға болды енді 11 жыл оқығаннан кейін мұғалімдер айтты, сендер кетіңдер енді деп. Істейтін жұмыс жоқ, дым жоқ, не істерін білмей жүрдім. Сол қарап жүргенше күршеген дедім. Күршектім, ол шықпайды. Тал егем шығады, қайттан кіріп кетеді әйтеуір. Үй салдым, құлақ қалады. Жүрген жерімнен шөп шықпады енді шыны керек. Бірақ бала кезімде арманым бар тұғын, дәрігер болсам дейтін. Сөйтіп Қызылорда ОМЦ дейтін больницаға бардым. Главный врачқа, ассалаумағалейкум аға дедім. Уалейкум. Неге келдің дейді? Дәрігер болғым келеді ағай. Қандай дәрігер болсын? Терапевт или хирург болғым дедім. Диплом бар ма? Жоқ, аттестатым бар дедім. Қане көрейік дейді. Көрді. Ой, 1-3 қалған бәрі шекен молодец деп қадам. Сен дәрігер боламайсың Қанат деді. Сен болсаң медсестра боласың деді маған. Сөйтіп 3 ай стажировка емес, 3 жыл тегін жұмыс істедім сол жерде. Кірген кезде Гиппократ дейтін бір кісі бар екен, соны ант қабылдап, сол кісінің алдында тұрып, сол әйтеуір жұмыс істедім, неше түрлі ауруды көрдім аяқта больницада жүріп. Өтірік ауырып келген, шын ауырып келген, былайынша таңсақ кіріп кеткен ауруларды көрдім. Мен ең көрген аурум давление деген ауру болды. 350-ге көтеріліп кеткен давлениені түсірдім. Бүкіл медсестрлар жүгіріп жүр, Қанат ананың давлениесі 350 болып кетті, түсір дейді. Түсірем дедім. Көкшайдан да дедім. Бір кесе көкшай бердім, давлениесі 3 болып қалды ана жерде. Қанат көтерсе дейді, көтерем дедім. Кофе дайындандар дедім. Bir kese kofe verim, қайттан 350 болды. Көкшай берем 3 болады, кофе берем 350 болады. Давлениең екі ортада жынды болып жүр ойнап. Сосын айттым мен, нағышын давлениесі болмады, кофе мен көкшай бастап төлеші не болады екен деп. Сол давлениесі нормально болды осы жерде. Оны главный врач естіген ғой, мынау не деген мықты маман мынау. Мықты дәрігер екен, мынаның жұмысын көтеру керек деп, мен перзентханаға көшіріп жіберіп бірден. Ояқта көрдім неше түрлі аурудың мен. 32.000 айлықпен миллионер болып отқан медсестраларды көрдім. Таң қалдым, қыздар сендер 32.000 айлықпен қалай дәрігер болып жүрсіңдер, түсінбеймін сендерді. Не деген мынау ақша десем, олар айтады маған. О, Қанат дейді. Босанған келіншектердің күйеуінен сүйіс сұрасаң, осындай болады деп қойды. Таңертең жұмысқа келіп жатсам, бір жігітті алдым. Мен келіншегім жаңадан кіріп кетті, менен сүйіс сұрасаң, намашаны беремін деп қойды. Жүгіріп көрдім ішке. Ана апаны тауып алдым. Укол салдым, тоғақтың уколын. 5 минуттан кейін бала шықты, мен алып жүгірдім, содан кейін жұмыстан шығып кеттім мен. Сөйтсем бірінші баланың кіндігін кесе көрген ғой, мен қайдам деймін.
Сөйтіп жүрген кезде әйтеуір ауылда жүрдім мен, не істесем екен, жұмыс жоқ қой, не қыламын деп жүргенде үйленейін дедім. Үйленіп алсам әйтеуір ең ауыр жұмыс екен ғой. Адам асырау деген қиын екен ғой шынымен. Сөйтіп үйленіп алдым. Құдайға шүкір әйтеуір үйленгеннен кейін 9 ай 9 күннен кейін келіншегім егіз туды бірден. Не істеріміз білмей қалдық. Бүкіл ауыл есімізден тапып қалды. Мен егіз болады деп ойлаған жоқпын. Мен бірден 8 болады шығар деп ойлағанмын қайдам деймін. Сол айттым мен. Мына атымды кім деп қоямыз дедім. Біреулер айтады Асан мен Үсен деп қой дейді. Асан мен Үсен болмайды дедім бұларға. Айман Шолпан деп қой. Айман Шолпан қыздың аты ғой дейді. Нұрлан мен Мұрат деп қояйық деді. Қой екеуі екі жаққа кетіп қойып жүрер болмайды. Ойладым сосын осы екеуінің атын дедім мен. Ерекше болсын деп әріппен емес саннан қояйын деп 8-9 деп қойдым бірден. Құдайға шүкір қазір 8-дің 8-де 9-ның 8-де. Адам болып өсіп келатыр, тай басып жүріп келатыр. Сөйтіп ана балаларды асырау керек болып, солардың не себебі ма білмеймін, Тұрсынбек звондады бір күні. Сөйтіп осы театрға кіріп кеттім, мінекей 1 жыл болды жұмыс істеп жатқаным осы театрда. Құдайға шүкір әйтеуір жүріп қой енді. Құдайға шүкір әйтеуір осы театрда жүргенімде біраз танымал болып қалдым кәдімгідей. Көшеде көрінген адам танитын болып жүр қазір. Бүкіл қыз менің соңымда. Қанат ағай сізді суретке түсуге бола ма деп қояды. Неге болмайды? Мен душқа түсуге болады деймін оларға. Жасы 80-ге келген әжелер танып жатады. Айналайын балам, сен қанат бітесің ба дейді. Я қанатпын. Дейтін балам емессің ба дейді. Шошып кеттім. Апа қалай қойсың деп қояды. Апа қойыңыз дедім. Сіз пенсия аласыз ба дедім. Алам дейді. Мен алмаймын дедім. Мен Аманғали сияқты иттің, тауықтың бірдеңені дауыс аламаймын ғой мен. Бірақ жүр автомат болсын, концертке шығып жүрген. Болды айналайын. Одан құтылдым зорға деп. Құдайға шүкір мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, 2011 жыл жалпы қызылордалықтар үшін ең бір үлкен жетістік жылы болды. Көрдіңіздер. Мысалға, ана Ұлан Рысқұлов деген бауырымыз. Қазақша күрестен қазақ бар саттан Қызылордадан шыққан азамат. Мінекей, оның өзі жетістік. Илейін деген жігіт Қызылорда емес, бүкіл Қазақстанның намысын қорғап 3 дүркін чемпион болды әлемнің. Ол да Қызылорданікі. Мен де Қызылордадан шықтым 2011 жылы. Енді мен қазір шыны керек облыс әкіміне қатты ренжіп жүрмін мен. Иля бар, Ұлан бар, үшеуміздің басымыз осы бір шай беріп жүруді білмейді қазір. Оның қасында да Қалжанақон ауылының директоры Барсбайға рахмет. Өткенде ауылда кетсем, көшеде көріп қалып, айналайын Қанат, сен біздің ауылдың атын шығарып жүрсің, намысын қорғап жүрсің. Сендей азаматтарды құрметтеу керек. Мына ауылдың атынан, шаруашылықтың атынан саған 150 бол жоңышқа пресіңіз бар деді. Малың жейді ғой әйтеуір деді. Шөп қой жоңышқа пресс. Сол кешке жақын бірден алып кетпесе олар бермейді кейін. Резкі барып тиеп алдым. Қытызымен бар. Үйге жинап қойдым ба, ертеңіне Барсбайға қайттан бардым. Барсбайға кеше берген шөбіңізге рахмет. Енді соны жейтін мал беріңіз дедім маған. Құдайға шүкір әйтеуір мінекей, әйтеуір малымыз бар, неміз бар әйтеуір мінекей 1 жылдай болды әйтеуір. Осы театрмен әйтеуір үйімізді асырап жатыр. Ол сіздердің де арқаларыңыз, өзімнің де арқам бір жағынан. Осы театрға келгенде алғаш келгенім есіме түссе күлкім келеді мен. Қуанып кеткенмін ғой Тұрсынбек айтқан кезде. Театрға сен бір актер болдың дегенде мен қуанғанымнан. Тәке, мен актермін ба деп, актерсің сен дегеннен кейін. Мен айтқанмын ғой. Тәке, менің келіншегім осы кезде шықты дедім. 2 қабат. Ертең балалы болсам, атын Тұрсынбек деп қоямын дедім оған. Болды деді. Екеуміз күттік, бүкіл жұмысты қойдық. Қашан босатанын күттік. Сөйтіп күтіп отқанда келіншегім қыз туды. Қызды болдым ақыр соңында. Сөйтіп Тұрсынбек ыңғайсызданды мен ішіне кірген. Бастығым ғой, әдем бар деп қойған. Сонда да қызымның атын Тұрсынбек деп қойдым. Құдайға шүкір, Тұрсынбегім өсіп жатыр, тай басып мінекей. 1 жаста қазір. Жүретпейді. Тұрсынбек келе ғой деп келеді. Ұрсамайсың оған анаған. Вот я Тұрсынбек деп айтамайсың, бір бастығың боласың бір түрлі. Бірақ қызымның атын, қыз баланың атын Тұрсынбек деп қойсам да ше, айлығын көйген жоқ әлі мен. Сол 1 айлық қойып жүрмей жүр. Енді құрсын, мұнда айлық сұрайын деп келіп тұрған жоқпын. Мен ортаға бір сіздердің Ерасыл деген бауырларыңыз шақырдым деп тұрмын мен. Ерасыл қой енді. Келеді. Уважаемые друзья, дорогие остананцы, самый лучший.
самый хороший певец. Пожалуйста, аплодируй, да? Хлопец всем. О, самый лучший казахстанский певец. Самый лучший, самый красивый. Самый звездочка казахстанский. Вот. Ярослав Милякин. Рахмет, айналайын. Айналайын. Қазақша еркелетеді. Әжесі қазақ болған деймін. Говори песня. Қарайлап таңым, асқақтап тауым. Ән ойнап көңім, күй тартып қолым. Ол жетті міне аңсаған күнге. Жасай бер жаса қазағым менің. Елім менің аңсағым, бас болғаудан босағым. Құтты болсын отауың ой, берек болсын ой, босағам. Рахмет. Еще раз Настя. Ярослав. Шет жүрсін сағынарым, шабысын шағынарым, ағысын бір өзілсем табынарым. Анашым шалқып өлсем, алдымда үлдек жүрсем, жүрегім жыртылғайды, жүрегім көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдан ешқашан қартаймайды. Қазір сен Едім менің аңсаған, тас қорғаудан босаған. құтты болсын отауың ой, берек болсын ой, bosағам. If ever is a screaming, the dreaming, no one, the poking, the cubing, two in the new, in the loom, Қазір сен давай поставим ту музыку, которую у тебя в машине взяли. Поехали! Качай, Астана, качай! Мой Казахстан 82-го года твой. В этом году начал движение моей жизни поль. И по сей день не буду сюда дорога носит. И что ведь знает, точно если кто раскроет. Живой родиной своей, как музыки, кромангазы. Осознанные асы были не сразу, но пополнялась база. Тяжели себя ноги, но ты знаешь, не ложатся на лесы серого ворота фразы. Қазақ тілі бай, бай және бай. Оны айтқан мен емес, абай. Ай отырғанда да, екі қолы қалтада, абай сабасырада, ұстаған басыра. Математика соларғана, сөзігіма. Бачка сөзі марiko, чонда матика пача. Соны мәлек орама. Качай, качай, Саня! Все, оны мәлек сөзі. Оны кебап. Ой, Саня. Рахмет. Я снимала миллион. Бәрекелді! Ярослав